Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан, және де бүгін киндер шоколадқа фото қою және де фото қою кезінде қандай приложенияларды қолданамыз, қалай жасаймыз, қандай размер береміз, сол туралы көрсететін боламын. Біріншісі Rimini приложениесі. Rimini приложениесі WhatsApp-тан және де басқа социальный сеттен келетін фотолардың качествосын жақсартатын приложение, қазір көрсететін боламын. Және де Magic Eraser, бұл любой фотоның фонын алып тастайтын приложение. И және де Pixart. Pixart'та біздің основной жұмысымыз осы Pixart приложениесі арқылы болады. Ең алдымен өзімізге керек фотоны таңдап аламыз. Мен осы фотоны жасаймын. Және де бұл фотодан артқы жағындағы фонды алып тастайтын боламыз. Осы Magic Eraser дейтін приложение арқылы жасайтын боламыз. Фотомызды кесіп, готовый батырмасын басамыз. Міне фонымызды полностью алып тастады. Галочканы басамыз. Стрелочканы бассақ, сохранить деген шығады. Сохранить. Фотомыз сақталды. Pixartқа кіреміз. Шаблонымызды таңдап аламыз. Осыған инструментті таңдап, размерін жазамыз. 40-та 95 деп қоямыз. Мына жерде 28-95 өзі автоматически шығады. Бұл обязательно. Оқты басамыз. Астына өтіп добавить фото дейміз. Бағанаға арт өшкен фотомыз таңдап аламыз. Фотоны керек жеріне қойып, созатын жерін созып, біріктеп аламыз. Жылжытып. Готово. Ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерге енді сіздер текст қоясыздар. Текст батырмасын басамыз. Мысалы, Раушан деп жазамыз. Бастапқы букваларын басқаша қойсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Астында стандартный шрифт, негізі бұл жерде арбитрон дейтін бар, соны қолданамын. Мен цвет таңдаймыз, қызыл. Обводка тоже қызыл. Мына жерде редактивно көрсеңіздер болады, количествосын қосып азайтып. Маған осы ұнайды. Раушан дегенді аламыз. Төбесіне қойып аламыз. Готово. Енді жан жақтарына тағы да ат жазып шығамыз. Так, күшейтіп бұрып аламыз. Осы үш жеріне қоямыз атын. Все, дайын. Енді тура осы сөзді біз басқа жерлерге қоямыз. Сол себептен жоғары жақтағы слойды басып, копияны басамыз. Бізге пока что бір сөз керек. Жылжытып төбеге қойып аламыз. Раушан. Тағы да бір копировать етіп. Қайда? Міне. Бұл сөзді алып, мына жаққа қоямыз. Артығын удалитсек. Өйстіп қойып аламыз. Готово. Бірінші бетіміз дайын. Сохранить етеміз. Сол жақтан басамыз. JPEG форматта сохранить етеміз. Суреттің качествосы солайша жақсырақ болады. Міне. Суретіміз дайын. Осылайша біздің именной киндеріміздің бірінші беті дайын болды. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Аружан, сау болыңыздар. Осындай шаблондарды тегін алғыларыңыз келсе, тәтті құрмаш Instagram парақшасына жазсаңыздар болады.